Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қолжетімді заттардан ешқандай да сливкесіз өте оңай әрі дәмді болып шығатын және де өте үлкен болып шығады. Қыздар, бұл тортты қонақ келгенде столға пирожный ретінде де турап кесіп салсаңыздар өте әдемі болып тұрады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Барлығы қолжетімді заттардан жасайтын боламыз. Ең алдымен міндетті түрде құрғақ ыдысымызға жұмыртқаларымызды саламыз. Қыздар, қандай да торт болмасын немесе пирог пісірсеңіз де ыдысыңыз міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Жұмыртқаны да бөлме температурасында қолдансаңыз өте жақсы болады. Жұмыртқаны салып алдық, содан соң қантымызды салып миксердің көмегімен біздің массамыз 4-5 есеге дейін көтеріліп, ағарып көпіргенше миксерлейтін боламыз. Біздің массамыз жақсылап әппақ болып көпіріп көтерілуі қажет. Бисквиттің жұп-жұмсақ болуының бірден-бір себебі, қыздар, біздің осы жұмыртқалы массамыз қанты толықтай еріп, жаңағыдай 2-3 есеге дейін әппақ болып көпіршіп көпіргеніне байланысты болып табылады. Сол үшін де мінекей видеода көрсетіліп тұрғандай әппақ болып көтеріліп көпіргенше араластыратын боламыз. Сол кезде біздің бисквитіміз жұп-жұмсақ болып пісетін болады. Содан соң сметанамызды саламыз. Қыздар, кез келген торт болсын, пирог болсын, сметананың 20-25% сметана қолдансаңыздар жақсы болады. Осылайша сметанамызды салып, тағы да кішкене уақыт миксерлеп, біріккенше миксерлеп аламыз. Жұмыртқалы массамызды жақсылап араластырып болдық. Енді бөлек ыдысымызға міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды және де какаоны да електен өткізіп алатын боламыз. Қыздар, ешқандай да түйіршік қалмауы қажет. Содан соң біраз қасық разрыхлитель салып, құрғақ қоспалардың барлығын жақсылап араластырып аламыз. Құрғақ қоспаларымызды жақсылап араластырып болғаннан соң, жаңағы бөлек ыдыста тұрған жұмыртқалы массамыздың үстіне салып, миксердің көмегімен барлығы бірігіп, біркелкі болғанға дейін араластырып алатын боламыз. Құрметті көрермен, менің видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, басқа да адамдардың көруіне себепші болып, тегін лайктарыңызды аямай басып, және де пікіріңізді қалдырып, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Осылайша ұнды салғаннан соң жақсылап араластырдық, және де сұйық майымызды салып, тағы да 1 минуттың көлемінде араластырамыз. Қыздар, сұйық майды құйғаннан соң ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Әрі қарай осындай лопатканың көмегімен бір араластырып аламыз. Міндетті түрде астынан жоғарыға қарай араластырып аламыз. Дайын болған массамызды 2 бөлікке теңдей бөліп аламыз. Қыздар, таразының көмегімен бөлсеңіздер де болады, немесе 2 бірдей ыдыс алып, көз мөлшеріңізбен де өлшеп алсаңыздар болады. Теңдей 2 бөлікке бөліп, және де өзіміздің пештің жаңағы үлкен табасында пісіретін боламыз. Неке қыздар, осылай теңдей 2 бөлікке бөліп алдық. Ендігі кезекте пештің осындай үлкен табасына пісіреміз. Пергамент қағазын жайып, жаңағы бір бөлігін ішіне салып, барлық жеріне жеткілікті етіп жағып шығатын боламыз. Екі бөлігінде осылайша үлкен табамызға салып орналастырып аламыз. Қыздар, содан соң жаңағыдай осылайша барлық жеріне біркелкі етіп орналастырып шығыңыздар. Шет жақтары түзу болмаса да бола береді. Өйткені біз қазір шетін 2 бисквитімізді біріктіріп, жаңағы шетін бірдей етіп кесіп алатын боламыз. Осылайша табамызға екеуінде бөлек-бөлек 2 табаға салып, орналастырып аламыз. Және де міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минут қана пісіреміз. Қыздар, одан артық ұзақ уақыт пісірудің қажеті жоқ. Бисквиттің піскенін шпажканың көмегімен тексеретін боламыз. Әзірге біз кремін дайындаймыз.
Бүгін қолжетімді заттардан крем жасайтын боламыз. Осындай вареный сгущенкамызды аламыз. Сгущенка міндетті түрде сапалы түрін қолдануға тырысыңыздар. Сол кезде сіздердің жаңағы сгущенкаларыңыз қатты сұйық болып ағып кетпейді. Және де сметана пайдаланамыз. Сметананың да 20%-дан жоғарғысын қолдансаңыздар өте жақсы болады. Осылайша екеуін жақсылап араластырып аламыз. Қыздар миксердің көмегімен араластырсаңыздар тез болады. Мен басында осылай қасықпен, содан соң миксермен араластырып алдым. Сол кезде ешқандай да түйір қалмай, біркелкі өте әдемі болып шығатын болады. Осы кремнің өзімен де өте керемет дәмді болып шығады. Кез келген торт пирогтарыңызды осы креммен де жасасаңыздар өте әдемі қолжетімді болып шығады. Неке қыздар, біздің бисквитіміз дайын болды. Осылай жұп-жұмсақ болып шығады. Шеттерін барлығын біркелкі етіп, осылайша кесіп алып тастайтын боламыз. Қазір бұл шеттерін жан-жағын сәндеу үшін қолданатын боламыз. Осылайша шетін кесіп алып бөлек ыдысқа қойып қойдық. Енді кезекте бисквиттеріміздің арасына крем жағатын боламыз. Бір бөлігін былай ала тұрып, осылайша ортасына кремімізді жағып аламыз. Қыздар, көбірек етіп те жаға беріңіздер, өте керемет дәмді болып тұрады. Осылай жеткілікті етіп барлық жеріне жағып алдық. Содан соң жаңағы екінші бисквитімізді қойып, үстіне тағы да жағып шығамыз. Жан-жағына жақсаңыздар да, жақпасаңыздар да болады. Осылайша үстіне қойып жақсылап жағып шығамыз. Арасына егерде қаласаңыздар, орех қоссаңыздар да болады, немесе қоспасаңыздар да өте керемет дәмді болып шығады. Осылайша үстіңгі бөлігіне де кремдерімізді барлық жеріне жеткілікті етіп жағып аламыз. Содан соң қыздар, жаңағы жанын кесіп алып қалдық қой, сол жанынан қалған бисквиттің бөліктерін блендердің өткізетін жеріне майдалап алсақ та болады, немесе майдалап турасаңыздар да болады. Осылайша жанына сәндік үшін сеуіп қойдым, немесе барлық бетіне сепсеңіздер де болады. Қалауыңызша сәнди бересіз қыздар, шоколадты теркадан өткізсеңіздер, немесе неше түрлі декорлармен сәндеп қойсаңыздар да болады. Біздің бұл жасап жатқан тортымыз қол жетімді әрі үйдегі бар заттан жасалынады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл тортты жасап болғаннан соң кемінде 1-2 сағатқа холодильникке қойып алсаңыз өте керемет болып тұрады. Кремі сіңіп, кішкене қатады. Қыздар, мінекей мен сіздерге сразу кесіп көрсетіп жатырмын. Кесіп жатқанның өзінде көрініп тұр қандай жұмсақ екендігі. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонақ келгенде осылайша бөліктерге бөліп, пирожный ретінде ұсынсаңыздар да дастарханыңыздың сәнін келтіретіні сөзсіз. Неке қыздар, қонақ келгенде осылай пирожный ретінде қойсаңыздар да өте керемет болып тұрады. Егер де осылай үлкенірек етіп кессеңіздер, сіздерде 15 штук пирожный, немесе бұдан кішірек етіп кессеңіздер, одан да көп болып шығатын болады. Қыздар, менің осы тортымды міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз, өте жұмсақ әрі влажный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыздар, видеоларын ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, каналымның дамуына үлесіңізді қосып, тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.